Қайырлы күн, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте керемет дәмді болып пісетін маклюбе тамағын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Керек заттардың барлығын мен алдын ала турап алдым. Осылай жіңішке етіп турап аласыздар. Ол үшін бізге ет, сәбіз, картоп және күріш қажет. Ең алдымен тапаға май құйып қыздырып аламыз. Содан соң сәбізді салып, екі жағын қызартып қуырамыз. Сәбізді қуырып болған соң, картопты да дәл солай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Енді етті салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Еттің өзінен осылай суы бөлініп, қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып пісіреміз. Ет дайын, өте жұмсақ, дәмді болып піскен. Қазанға май құйып, қыздырып аламыз. Күрішті салып, күрішті де қуырып шығамыз. Лопатканың көмегімен араластырып тұрамыз, сонда асты жабысып қалмайды. Аздап куркума қосамыз. Басқа да өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерден қосаңыздар болады. Дәміне қарай тұз қосамыз. Үстінен қайнаған ыстық суды құйып, су тартылғанша дейін пісіріп аламыз. Су тартылған соң қазанның астын жай қойып, қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып бұқтыртып аламыз. Енді осындай кішкентай кастрюль немесе қазанды аламыз. Бірінші пиязды салып шығамыз. Үстінен сәбізді саламыз. Сәбіздің үстінен қуырған етімізді салып шығамыз. Еттің үстінен картопты салып аламыз. Аздап үстіне тұзды қосамыз. Қуырған кезде біз тұздамадық. Енді піскен күрішті үстінен саламыз. Күрішті басып салып отырамыз. Сонда аударған кезде өзінің формасын ұстап, шашылып, төгіліп кетпейді. Тағы да үстінен аздап су құйып, қақпағын жауып, 20 минуттай тағы да бұқтырып қойып қоямыз. Енді салатты дайындап аламыз. Оған мен қияр мен қызанақты 4 бұрыш майдай етіп турап алдым. Дәміне қарай тұз қосып араластырып аламыз. Маклюбемізді дайын болды. Осындай легенге алып, аударып аламыз. Маклюбе дайын. Турап алған салатымызды осылай шет-шетіне қойып шығамыз. Енді араларына айранды құямыз. Үстіне көк пияз салып, әсемдеп шығамын. Басқа да аз көктерді салып, әсемдеп шықсаңыздар болады. Маклюбе дайын, өте дәмді болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.